Саламатсыңдар ма балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы өсімдіктер мен жануарлардың өзара байланысы. Бүгінгі сабақта жануарлар мен өсімдіктердің ортақ белгілерін білесің. Жануар мен өсімдіктің өзара тәуелділігін түсінесің. Сабақта қолданылатын тірек сөздер: өзара байланыс. Экранға мұқият назар аударамыз. Әр қатарда берілген сөздердің қайсысы артық, неліктен? Сендер экраннан қыран, шортан, сілеусін және көктеректің суретін көріп тұрсыңдар. Мұнда көктерек сөзі артық, себебі көктерек өсімдікке жатады. Қыран, шортан, сілеусін жануарлар тобына жатады. Келесі суретке назар аударамыз. Шырша, елік, түймедақ, итмұрын. Бұл жерде қай сөз артық деп ойлайсыңдар? Иә, елік сөзі артық. Себебі елік жануар, шырша, түймедақ, итмұрын ол өсімдіктерге жатады. Ал енді әр қатардағы артық сөздердің арасында қандай байланыс бар? Ол туралы бүгін білетін боламыз. Сендер экраннан елік пен өсімдіктердің суретін көріп тұрсыңдар. Еліктер жеміс-жидек, мүк, қына және шөптесін өсімдіктердің 100-ге жуық түрімен қоректене береді. Демек, еліктердің өсімдіктерсіз күні жоқ. Сендер экраннан су асты жануарлары мен өсімдіктерін көріп тұрсыңдар. Балықтардың қорегі әртүрлі болады. Олардың кейбірі өсімдіктермен қоректенсе, кейбірі жыртқыштар болады. Олар ұсақ жәндіктермен, шабақтармен қоректенеді. Кей балықтар ұсақ балықтар мен су астындағы өсімдіктермен де қоректене береді. Өсімдіктер фотосинтез үдерісі кезінде күн сәулесінің энергиясын қоректік зат энергиясына айналдырады. Жануарлар өсімдіктермен қоректенген кезде сол қоректік заттарды бойына сіңіреді. Өсімдіктер фотосинтез үдерісінде көмірқышқыл газды оттекке айналдырады. Өсімдік тұқымын таратуда жануарлардың маңызы зор. Жорға торғай және тиін қысқа құрғақ жеміс жинайды. Бір жерден екінші жерге жасырып жүріп, оларды жоғалтады. Орнын ұмытып қалады. Бұл жемістерден жаңа өсімдік өсіп шығады. Түйе жапырақ, ит ошаған сияқты өсімдіктердің тұқымдары жануарлардың жүніне жабысып, басқа жерге түсіп қалады. Жол желкен сияқты шөптесін өсімдік тұқымдары сүтқоректі жануарлардың тұяқтарына жабысу арқылы таралады. Сендер білесіңдер ме? Бөрі жөке барлық мүшесінде улы зат бар бұталы өсімдік. Оның жидегін жеген адам қатты уланады. Орман жануарлары оны жемейді. Тек құстар ғана жидегімен қоректенеді. Естеріңде болсын, өсімдіктер жануарлардың көмегімен тұқым таратады. Жануарлар өсімдікпен қоректенеді, әрі оларды баспана ретінде пайдаланады. Шатасқан әріптер. Табиғат туралы мақалдар шығатындай етіп, әріптерді орналастырып көріңдер. Мұнда 2 мақал берілген. Сол мақалдарды тауып, ұстаздарыңа кері байланыс жасауды ұмытпаңдар. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.